Сәлеметсіздер ме балалары, бүгін бізде 4-ші сынып 52-ші сабақты бастаймыз. Көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Бірінші есепке қараңыздар. Ауызша есепте әр бағандағы өрнектердің мәнін, қосындысын тап. Сонда сен суретте бейнеленген қазақ жазушылары мен ағартушыларының аты жөнін білетін боласың. Мына жерде бірінші бағанда бізде Мағжан Жұмабаев деп тұр, иә? Осылардың барлығын есептерді шығарамыз. Шыққан жауаптарын бір-біріне қосып, сол кездегі шыққан жауап мына төрт санның біреуіне сәйкес келеді. Сол кезде біз астында тұрған, яғни жауаппен сәйкестендіріп үстіне тұрған ағартушыны немесе жазушыны табатын боламыз. Бірінші есеп бізде 241-ді көбейтеміз 2000-ға. Көбейтеміз, сонда 482 мың шығады. 96300-ді бөлеміз 300-ге, 321 шығады. 560 мыңды бөлеміз 80-ге, 7 мың шығады. 72 мыңды бөлеміз 8 мыңға, 9 шығады. Енді осы шыққан жауаптардың барлығын бір-біріне қоссақ, 489 мың 330 шығады екен. 489 мың 330 неге бізде Мағжан Жұмабаевқа сәйкес келеді. Мына сурет бізде Мағжан Жұмабаевқа сәйкес келіп тұр. Екіншісін біз мынаны 320-ны көбейтеміз 99-ға. 31680 болады. 320-ны көбейтеміз 1001-ге, 320 болады. 320-ны көбейтеміз 300-ге, 96 мың болады. Және де 23400-ді көбейтеміз 20-ға, 468 мың болады. Енді осы шыққан жауаптардың барлығын бір-біріне қоссақ, 916 мың шығады екен. Бұл бізде 916 мың Шәкәрім Құдайбердиевке сәйкес келеді. Одан кейінгі үшінші қатар бізде 45-ті көбейтеміз 99-ға, 4455 болады. 45-ті көбейтеміз 1001-ге, 45 мың 45 шығады. 45-ті көбейтеміз 1000-ға, 45 мың. 320-ны көбейтеміз 1000-ға, 320 мың. Бұл бізде барлық жауаптарды қоссақ, 414.500 шығады екен. 414.500 бізде Сәкен Сейфуллинға сәйкес келеді. Демек, мына суреттегі бізде Сәкен Сейфуллин екен. Ары қарай төртіншісі 200-ді көбейтеміз 240-ға, 48 мың. 72 мыңды бөлеміз 900-ге, 80 мың. 540 мыңды бөлеміз 60-ға, 9 мың. 3700-ді көбейтеміз 200-ге, 740 мың болады. Жауаптардың барлығын қоссақ, 797 мың 80 шығады екен. Бұл бізде 797 мың 80 Ахмет Байтұрсынов, яғни мінеге мынаған сәйкес келеді. Мына суреттегі бізде ағартушы Ахмет Байтұрсынов. Енді ары қарай екінші А есебі жазылуы және есептеу тәсілдерін түсіндір дейді. 29900-ді бөлеміз 460-ға, нөлдері қысқарады, яғни бөлсек мәні 65-ге тең, яғни толық бөлінді, нөлге тең болып тұр. Мына жерде тула солай, екі нөлдері қысқарып, мәні 25-ге тең, толық бөлінді болып тұр. Мінеке, ешқандай қалдық жоқ, яғни нөлге тең. Ары қарай бізде екінші А есебі бар. Екінші А есебінде жазбаша есепте және түсіндір дейді. 27200-ді бөлеміз 320-ға, және оны тексеретін боламыз көбейту амалымен. 85 болады мәні, 2 0, 1 0-ден қысқартамыз, 85 толық бөлінді 0 болады. Енді көбейтуге тексеретін болсақ, 85-ті көбейтеміз 320-ға, 27200 шығады. Одан кейін 17920-ны 280-ге бөлсек, нөлдері қысқарып, толық бөліндіге бөлінеді және 64-ге тең болады. Оны көбейту амалымен тексереміз. 22400-ді бөлеміз 640-ға, нөлдері қысқарып, мәні 35-ге тең болады. Толық бөлінді. Оны көбейту амалымен тексерсек болады.
Және де 16720-ны бөлеміз 440-қа, нөлдерін қысқартып, толық бөлінді болады, және мәні 38-ге тең болады. Көбейту амалымен тексерсеңіз болады. Және де 132.500-ді бөлеміз 5300-ге, 2 0 екеуі екі жақтан қысқарады, мәні 25-ге тең. Толық бөлінді, көбейтумен тексереміз. 252.000-ді 7200-ге бөлсек, 2 0-ден қысқартамыз, мәні 35-ге тең болады. Толық бөлінді, көбейту амалымен осылай тексереміз. Ары қарай бізде үшінші есептеп дұрыстығын тексер дейді. 14880-ді бөлеміз 620-ға, мәні 24-ге, 0-ді қысқартамыз, толық бөлінді, және де көбейту амалымен тексерсек болады. 986.000-ді 5800-ге бөлсек, мәні 170-ге тең. Көбейту амалымен тексереміз. 178.600-ді 470-ге бөлсек, нөлдері қысқарып, мәні 380-ге тең болады. 380-ді 470-ге көбейтсек, 178.600-ге тең болады, яғни көбейтумен тексереміз. Және де ары қарай 285.600-ді бөлсек, 3400-ге 2 0 қысқарып, толық бөлінді болып, 84-ге тең болады. Көбейту амалымен тексереміз. 9407-ні 23-ге бөлсек, 409 болады, мәні толық бөлінді, және де көбейту амалымен тексерсек болады. 9684-ді бөлеміз 12-ге, 807-ге тең болады. 807-ні 12-ге көбейтсек, 9684-ге тең. Және де бізде ары қарай төртінші есеп, теңдеулерді шеш. 570 көбейтілген x азайту 4700 тең 13540. Ең алдымен теңдеуді жазып аламыз да, 570-ті көбейтеміз x-қа тең. Енді 13540-қа қосамыз. Мына 4700-ді азайту оң жаққа түскенде қосуға айналады. Демек, қосқан кезде 18240 шығады. Енді x-ті табамыз. 18240-ті бөлеміз 570-ге, сонда x-тің мәні 32-ге тең болады екен. Мына жердегі x сонда 32-ге тең. Шыққан мәнді орнына қойып тексереміз. 13540 тең 13540-қа. Одан кейін жақшаның ішінде 31 көбейту, 550 азайту x көбейту 120 тең 10200-ге. Енді жақшаның ішіндегі 31-ді көбейтеміз 550-ге, 17050 шығады. Азайту x, енді 10200-ді бөлеміз 120-ға, көбейту бөлуге айналады. Сонда x-тің ішіне жақшадан шығарамыз. 17050-ден азайту x тең, мұна екеуін бөлсек 85 болады. Енді x-ті табамыз. Ол үшін 17050-ден азайтамыз 85-ті. Сонда x-тің мәні 16965 болады. Шыққан мәнге мұна x-тің орнына қоямыз. Сонда 10200 тең 10200-ге тең болады екен. Әрі қарай бізде 5-ші есеп. Есепті диаграммада берілген мәліметтермен толықтыр және шығар дейді. Мына жерде отбасында 3 бала бар дейді, яғни Ерлан, Арман және Бауыржан. Анасының жасы барлық баласының жастарының қосындысынан 5 жас артық дейді. Мінекей анасы, мына жерде әкесі. Әкесінің жасы Арман мен Бауыржанның жасынан қосындысынан 3 есе артық. Арман мен Бауыржан. Бізде Ерлан үлкені болып тұр. Арман ортаншысы, Бауыржан кішкентайы болып тұр. Мына жерде диаграммаға сүйенсек, кімнің жасы үлкен, әкесінің бе, әлде анасының ба, қанша жас үлкен дейді. Яғни бұл жерде анасының, әкесінің жасын табатын боламыз. Бізде Бауыржан кішкентай, 5 жаста, Арман 10 жаста, Ерлан 18 жаста берілгені. Енді Бауыржан бізде 5 жаста, Арман 10 жаста, Ерлан 18 жаста. Анасының жасы 5 жас артық 3 баласынан қосындысынан қарағанда дейді, артық.
Әкесінің жасы тоже белгісіз, 3 есе артық Бауыржан мен Арманға қарағанда. Демек, екінші, үшінші балаға қарағанда. Енді біз бірінші барлық баланың, 3 баланың толық жасын тауып алуымыз керек. Яғни, барлығының жасын тауып алуымыз керек. Тек қана балалардың, ол үшін 5 қосу 10 қосу 18 балалардың жасын қосамыз 33. Барлық баланың жасы 33 жас болады сонда. Енді 33-ке қосамыз 5-ті. Себебі анасының жасын анықтауымыз үшін барлық баланың жасынан 5-ке 5 жас артық деп тұр ғой. Демек, 5-ті қосамыз. 33-ке 5 қосамыз 38, сонда анасының жасы 38-де екен. Енді әкесінің жасын табуымыз үшін бірінші мына Бауыржан мен Арманның жасын тауып аламыз. Өйткені 3 есе артық деп тұр ғой, Бауыржан мен Арман қарағанда. Арман мен Бауыржаннан 5-ке 10-ды қосамыз 15. Демек, Бауыржан мен Арманның жасы 15. Енді әкесінің жасын табамыз. 15-ті көбейтеміз 3-ке 3 есе артық деп тұр. Демек, көбейтеміз. Сонда 45. Әкесінің жасы 45-те. Енді анасы үлкен бе, әлде әкесі үлкен бе деген. Әрине 45 пен 38-ді мынау әкесі болса, мынау анасы. Әрине бізде 45 үлкен, әкесі үлкен. Әкесі үлкен, сонда неше жасқа үлкен? 7 жасқа үлкен екен. Арғарай бізде 6-шы есеп. Жазбаша есепте және тексер дейді. 440-ты көбейтеміз 440-қа. Тексер, әне біз көбейту болса бөлу амалымен тексереміз, бөлу амалы болса көбейту амалымен тексеретін боламыз. Көбейтсек 193.600 шығады, оны бөлсек 444 болады. Екіншісі 2768-ді көбейтсек 80-ге 221.440 болады. Бөлу амалымен тексереміз. Үшіншісі 54.180-ді бөлеміз 35-ге 1548 шығады. Оны көбейтсек 54.180 шығады. Төртіншісі 37.800-ді бөлеміз 60-ға 630.630-ді көбейтсек 60-ға 37.800 шығады. Кері амалмен тексереміз. 606-ға 660-ты көбейтсек 399.960. Ал 399.960-ға бөлсек 660-ты 606 деген сан шығады екен. Және де бізде соңғысы 9876-ны көбейтсек 38-ге 316.032 шығады. 316.032-ні бөлсек 32-ге 9876 деген сан шығады екен. Жетінші А есебінен қараймыз. Кестедегі сандық мәліметтер мен әріпті өрнектерді қолданып есеп құрастыр дейді. Жетінші бұл бізде А есебі екен. А есебі жоғарыда. Есептеп бос орындарды толтыр. Мысалы А 9045-ке тең, Б 15-ке тең. Енді А көбейту Б демек 9045-ті 15-ке көбейтеміз. А көбейту А бөлу Б дегеніміз 9045-ті бөлеміз 15-ке. Мына жерде де тура солай. Мына жерде А-сы белгісіз, мына жерде А көбейту Б-сы белгісіз. Мына жерде Б мен А бөлу Б белгілі. Мына жерде тура біріншісі мен екіншісіндегідей. Ал мына жерде Б-сы белгісіз және А көбейту Б-сы белгісіз екен. Енді А тең 9045-ке, Б тең 15-ке. А көбейту Б 9045-ті көбейтеміз 15-ке 335.675 болса, А бөлу, мына жерде бөлу В 9045-ті бөлсек 15-ке 603 болады. Екіншісінде А тең 6936-ға, Б тең 68-ге көбейтеміз. 6936-ға 68-ті көбейтсек 471.648 шығады. Ал бөлетін болсақ 102 шығатын екен. Үшіншісі бізде Б тең 75-ге, А бөлу В тең 31-ге. Енді А-ны табамыз. А тең 75-ті 31-ге көбейтсек 2325, ал А көбейту Б, яғни көбейтетін болсақ мына санды өзіне 72075 шығады екен. Және де төртіншісі А тең 7344-ке, В тең 34-ке. Көбейтетін болсақ А мен В-ны 249.696 шығады. Бөлетін болсақ 216 шығады.
Бесіншісінде А тең 525-ке, А бөлу В тең 25-ке. В-ны табамыз, 525-ті бөлеміз 25-ке 21 болады. Ал егер көбейтетін болсақ, 13125-ке тең болады екен. Ары қарай бізде жетінші А есебі дейді. Яғни мына есепке қарап, кестедегі сандық мәліметтер мен әріпті өрнектерді қолданып есеп құрастыр. Яғни санды өрнектер мен әріпті өрнектерді құрастырамыз. Бізде жылдамдығы 31 км сағатына, уақыты 75 сағат, ара қашықтығын табамыз. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты көбейтеміз сағатқа. Яғни 31 км сағатты 75 сағатқа көбейтсек, 2325 км, жауабы 2325 км ара қашықтығы шығады екен. Ары қарай бізде 8-ші есеп, есептеу алгоритмін құрастырып, өрнектердің мәнін тап дейді. Демек, яғни бірінші қай амалдан кейін қандай амал қолданылады, соны тапсақ болады. Бірінші жақшаның ішіндегі 345-ті қосамыз 543-ке, бірінші амал. Екінші амал 10 шыққан санды 23-ке көбейтеміз. Үшінші амал, мына екінші жақшаны орындаймыз. Одан шыққан санды 23-ке бөлеміз. Және мына жақтан шыққан санды азайтамыз. Бесінші амал азайту бізде 18960 шығады екен. Ары қарай бізде бірінші амал жақшаның ішіндегі, екінші амал азайтамыз. Одан 397.690-ды азайтамыз. Одан үшінші амал бізде көбейту 12-ке көбейтеміз. Төртінші амал 129.001-ге қосамыз. 890.017 деген сан шығады екен. Ары қарай бізде 9-шы есеп, ойлан және жауап бер дейді. 1-гі, 3-гі, 9-гі тартатын 27-гі, 81-гі және де тартатын гіртастар мен табақшалы таразыны пайдаланып 100 грамм күрішті қалай өлшеуге болады дейді. Яғни бір жағында бізде 100 грамм болса, бір жағында осы әдісте гіртастардың барлығын қойып 100-100 қылуымыз керек екен. Ол үшін бізде 3 амал бар. Біріншісі 81-ді қоямыз, 81 грамм оған қосамыз, 9-ды көбейтеміз 2-ге. 18 болады, оған қосамыз 1-ді, сонда 100 грамм болады. Екінші амал 27-ні көбейтеміз 3-ке, 81 болады, 9-ды көбейтеміз 2-ге, 18 болады. Және де 81-ге қосамыз 18-ді, қосамыз 1-ге, 100 грамм болады. Үшінші амал 81 қосу 9, қосу 3 көбейту 3, 9 болады. 81-ге қосамыз 9-ды, оған қосамыз 9-ды, оған қосамыз 1-ді, 100 грамм болады екен. Осылай 3 амалды 3 тәсілмен шығарсаңыздар болады. Енді 10-шы есепте дейді. 30.660-ты бөлеміз 420-ға. Яғни тексер демеген, тек қана бөлу амалымен орындаймыз. Нөлдер қысқарады, толық бөлінді, мәні 73-ке тең. Ал 25200-ді 560-ға бөлетін болса 45-ке тең. 221.130-ды 630-ға бөлсек, нөлдер қысқарып, мәні 351-ге тең болады. 132.300-ді бөлеміз 540-ға, 245-ке тең болады. Толық бөлінді, 0-ге тең. 430.500-ді бөлеміз 3500-ге, 2 нөл қысқарады, 123-ке тең болады. Толық бөлінді, және де соңғысы 993.300-ді 4300-ге бөлсек 2 нөл қысқарып, толық бөлінді, мәні 231-ге тең болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй тапсырмасын бірге орындайық.